Қызылорда қаласының дәл орталығы, яғни мына Байтұрсын көшесінің бойында мына үй сатылымға шығып отыр. Жанында айта кетейін, барлығына белгілі отбасы банк орналасқан. Сонымен қатар ең ерекшелігі бұл үйдің үй тұр, міне жанында коммерциялық нысаны бар. Яғни алдағы уақытта дүкен, магазин немесе басқа да бағытта қолдансаңыздар болады. Бұл есігінің алдын көрінісі, стяжка құйылған. Сонымен қатар алдағы уақытта қолдануға болатын тағы да сарай, ремонт ретінде тағы да бір нысан бар. Енді кеттік әрі қарай. Навесті айтуды ұмытып кеттіппін. Навес бар, үлкен. Бұл бізде үйдің өзінің көрінісі. Еңсесі биік, фундаменті биік, терезелердің барлығы решеткаланған. Айта берсең, плюстері көп. Енді үйдің ішімен танысамыз. Үйге кіреберіс бөлігіміз аяқ киімді шешуге арналған орын, мына жақ бөлікте киімді шешуге арналған арнайы жиһаз орналасқан. Енді жобасы бойынша таныстыра кетсем, осы кіреберіс бөліктен оңға қарай әуел бізде ас бөлмесі, ас бөлмесінің іші кең, қабырғасы обой, мына жақта ас бөлмесінің жиһаздары орналасқан, шай ішуге арналған арнайы орын. Одан кейін кіреберіс бөліктен солға қарай бізде душевой және туалет екеуі бірге орналасқан, арнайы раковинасы бар, іші толығымен кафельденген. Айта кету керек, едені теплый пол, дәл қазіргі таңда өте ыстық болып тұр ішкі бөлігі. Енді ортаңғы бөлікке қарай өтеміз. Қонақ қабылдау бөлмесі, теледидар көруге арналған бөлме десек те болады. Қабырғалары толығымен обойланған, және сонымен қатар терезелері решеткаланған барлық бөлмеде де. Осы ортаңғы бөлімден залға қарай өте аламыз, яғни үлкен зал. Бұл жақ бөлікке де қонақ қабылдауға болады. Үлкен зал, қабырғасы обой. Үйде едені линолеум. Мына жақ бөлікте бізде жатын бөлмелер орналасқан. Бірінші жатын бөлме, қабырғасы обойланған. Және де екінші жатын бөлмеміз бар. Сонымен қатар кладовка бар. Қосымша үйдің заттарын қоюға арналған тағы бір бөлме. Сатып алуға байланысты сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номеріне хабарлассаңыздар болады. Рахмет.